Достар, ассалаумағалейкум. Мынау менің бау-бақшам, жеміс ағаштарым, талдарым әртүрлі. Мынау жүзім ағашы, жүзімді аштық. Ертең осыларды оның орнына байлаймыз. Қалай байлау керек, қалай не істеу керек, бәрін келесі видеоларымда көрсететін боламын. Каналға жазылыңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Жеміс ағаштардың барлығын ақтап шықтық. Міне көктемде. Достар, жеміс ағаштарыңыз болса, талдарыңыз болса, осындай қылып ақтап шығыңыздар. Янкестерден қорғау мақсатында барлығын ақтап шықтым. Аз да болса пайдасы тиеді янкестерден. Міне жарықтарының барлығына сіңдіріп, теп-тегіс қылып ақтап шықсаңыздар, талдарға көп пайдасы бар. Міне осылай достар, талдарыңызды ақтаңыздар. Сосын мынау огородқа полный пластик трубадан тартқанмын. Капельный полив дейді бұны. Каждый талға өзі ағып тұра береді. Жақсы сіңеді, және өнімі де көп болады. Бұл туралы да кейінгі видеоларымда көрсететін боламын. Каналға жазылыңыздар достар.